Музыка ойнап тұр. Жарайды. Бұл CS50 жүйесінде Python бағдарламалауына кіріспе. Менің атым Дэвид Малан, және бұл біздің ерекше жағдайларға арналған аптамыз. Python тіліндегі ерекшеліктер басқа бағдарламалау тілдеріндегі сияқты сіздің кодыңыздағы мәселелерге қатысты. Шынында да, сіздің бағдарламаңызда ерекше бірдеңе болып жатқанда, бұл оның жақсы екенін білдірмейді. Бұл бірдеңе дұрыс болмады дегенді білдіреді. Және ең дұрысы, оны қандай да бір жолмен түзету керек. Сонымен, қандай нәрселер дұрыс емес болуы мүмкін. Мен әрі қарай жүріп, компьютерімде versus кодын осы жерден ашамын. Терминал терезесінде мен сәлем кодын іске қосамын. Пай, әрине, мен үшін мүлдем жаңа ойынды ашады. Сәлем, пай. Онда мен өз кодымды жаза аламын. Әрі қарай жүріп, әлемге сәлем айту үшін өте қарапайым код жазуға рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, сәлем, әлем деп терейік. Содан кейін жалғастыруға рұқсат етіңіз және мен бұл дәйек сөзді жабуды ұмытып кеттім. Бұл сіз өзіңіз жасаған, немесе болашақта міндетті түрде жасайтын қателік және бұл аздап байқалмайды. Өйткені сіз тек бір таңбаны жіберіп алғаныңызды міндетті түрде байқамауыңыз мүмкін. Әрі қарай жалғастырып, терминал терезесінен оптимизммен қарап, Pythonды hello-дан іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай және Enter пернесін басыңыз. Бұл менің қателіктерімнің біріншісі. Құдай, ау, мен кодтың бір жолын ғана жаздым. Экранда бұдан да көп қате жолдары пайда болған сияқты. Бірақ ең бастысы, бұл жерде ең төменгі жағында не бар? Синтаксистік қате қай жерде жазылғанына назар аударыңыз. Синтаксистік қате бұл сіз енгізген кодқа синтаксисіңізге қатысты мәселе. Ағылшын және басқа адам тілдерімен байланысты синтаксис сияқты. Менің кодым да онымен байланысты. Және бұл мүлдем дұрыс емес. Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. Мен нұсқауларды дұрыс орындамадым. Және бұл мен үшін шынымен де күрделі. Шексіз жолдық литерал. Бұл аздап жұмбақ. Бұл сәл түсініксіз қате туралы хабар. Бірақ аяқталмаған әдетте мен бір нәрсені бастадым. Бірақ оны тоқтатпадым дегенді білдіреді. Мен оны тоқтатқан жоқпын. Бұл жол, әрине, біз бұрын талқылаған мәтін тізбегі немесе Python тілінде store. Ал literal әдетте сіз сөзбе-сөз терген нәрсені білдіреді. Бұл айнымалы шама емес. Бұл тырнақшасыз дәйек сөз сияқты немесе жай ғана сәлем, әлем. Сондықтан бұл жерде түзету. Әрине, осы жолды аяқтап, дәйек сөзді жабу болады. Егер мен қазір терминал тереземе қайта оралсам, және Python-ды hello-дан қайта іске қоссам, пай, мен қазір бүкіл әлемге сәлем жолдаймын. Сондықтан, бұл жерде синтаксистік қателердің түйіні мынада, оларды толығымен шешу сізге байланысты. Синтаксистік қате, бұл сіздің кодыңызға қайта оралып, басынан бастап түзетуіңіз керек мәселе. Сіз оның өздігінен шешілетініне үміттене алмайсыз, немесе кодыңыздың басқа бөліктері оны сіз үшін ұстап алады деп күте алмайсыз. Синтаксистік қателерді түзету керек. Бірақ Python-да қателердің көптеген басқа түрлері бар. Оларды кодты орындау кезінде орын алатын орындалу қателері ретінде сипаттауға болады. Және бұл қателер орын алған кезде анықтау үшін, шынымен де қорғау үшін қандай да бір қосымша код жазу керек. Өйткені сіз, мысалы, адамдар сіздің бағдарламаңызға қандай кіріс енгізетінін міндетті түрде білмейсіз. Сондықтан сіз өзіңізді қорғауға, олар басып шығаратын немесе тіпті қате басып шығаратын нәрселерге бейімделуге дайын болғаныңыз жөн. Сондықтан, мысалы, versus кодына қайта оралайық. Мен сізге жаңа файлды бірге қарауды ұсынуға рұқсат етіңіз. Мен сәлем дегенді жабамын. Пай. Мен кодты, нөмірді жазамын. Пай. Сондықтан Python-ды бірнеше сандармен ойнайық. Мен мұнда бірінші кезекте сандармен жұмыс істеймін. Пай. Осы жаңа ойындыны ашқаннан кейін мен әрі қарай басып шығарамын деп ойлаймын. Салыстырмалы түрде қарапайым бағдарламаны енгіземін. Ол пайдаланушыны бүтін санды енгізуге шақыруы мүмкін. Мысалы, x. Содан кейін жай ғана x дегеннің не екенін басып шығарады. Біз қарапайымнан бастаймыз. Бірақ қайтадан қарапайымнан бастап, менің қай жерде дұрыс емес әрекет жасағанымды шынымен көре аламыз. Міне, солай. Мен әрі қарай жалғастырамын. Және x деп аталатын айнымалыға мән берілетінін айтқым келеді. Қайтарылатын енгізу мәні. Тырнақшасыз тырнақша. Х дегеніміз не? Мен курсорды сәл жылжыту үшін бос орын қосамын. Содан кейін сайып келгенде мен әрі қарай жалғастырамын. Және, сәл күте тұрыңыз. Егер мен пайдаланушыдан ақпарат алғым келсе, белсенді әрекет жасауым керек екенін есте сақтаңыз. Мен бұл кірістерді Python тіліндегі int функциясын пайдаланып, бүтін санға түрлендіруім керек. Сондықтан, мен енді input мәнін int аргументі ретінде қайтарамын. Және бұл бүтін санға ұқсайтын жолды емес, x тегі бүтін санды сақтайды. Жарайды. Мен қазір жалғастырып, оның не екенін басып шығаруға рұқсат етіңіз. Мен жалғастырып, басып шығарайын деп жатырмын. Тырнақшасыз дәйек сөз келтіремін. Бірақ мен х деп тура айтқым келмейді. Мен х мәнін енгізгім келеді. Сондықтан, мұны істеудің ең оңай жолы, оны жақшаға алу. Содан кейін, егер мен осы жақшаларды пайдаланып жатсам, және Python-ның осы айнымалының мәнін интерполяциялауын қаласам, яғни шын мәнінде осы жақшалардың арасында не бар екенін ауыстырғым келсе, мен оны пайдалануым
қосуым керек екенін еске саламын. Түзету арқылы жолды немесе F жолын пішімдеңіз. Бұл оқиғаның бәрі екі бөліктен тұрады. Енді мен мұны істедім. Әрі қарай не болатынын көрейік. Мен терминал терезесіне кіріп, Python of number бағдарламасын іске қосамын. Мен Enter пернесін басамын. Әзірге бәрі жақсы жүріп жатыр. Бәрі жақсы және маған X әрпін енгізу ұсынылады. Жалғастырып, 50 сияқты санды енгізуге рұқсат етіңіз. Бәрі жақсы, бұл жұмыс істеп тұрған сияқты. Бағдарлама дұрыс жұмыс істеп тұрған сияқты. Бұл шынымен солай ма? Бұл бағдарламада шынымен ештеңе дұрыс болмаса да, не дұрыс емес болуы мүмкін. Бірақ егер мен оны іске қоссам және оны қайта іске қоссам, менің бағдарламамды орындау барысында не дұрыс емес болуы мүмкін. Әсіресе мен онымен қарым-қатынас жасайтын адам болмасам. Бірақ мен үшін басқа адам болса, бұл іске қатысқысы келетіндер бар ма? Не болуы мүмкін? Және қандай мағынада бұл бағдарлама шын мәнінде мүлдем дұрыс емес? Дегенмен, бұл бір қарағанда дәл солай болып көрінсе де, оқылмайтын Дэвид. Сондықтан, мен бүтін санды шақырмаймын. Мен сені әлі де есте алмай қиналып жүрмін. Бірақ менің ойымша, егер пайдаланушы енгізетін нәрсе шын мәнінде бүтін сан болмаса, мен оны соқыр түрде int-ге түрлендіре алмаймын деп естідім. Егер мен сіздің аузыңызға тым көп сөз салмасам, мен бұл жерде аздап қорғануым керек деп ойлаймын. Мен дұрыс емес болуы мүмкін, мәселені дәл модельде алмайтынымды көруге рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, Python of number бағдарламасын қайта іске қосуға рұқсат етіңіз. Басқа нөмірді қолданып көрейін. Шын мәнінде, кодты тексерген кезде, әдетте бұрыштық жағдайларды, мүмкін 49 немесе 51 сияқты қарапайым емес сандарды тексерген дұрыс. 0 сияқты математикалық тұрғыдан болса да, қызықтырақ болуы мүмкін, бірнеше сандарды таңдайық. Бәрі жақсы, 0 жұмыс істеп тұрған сияқты. Менің кодым әлі де x 0-ге тең екенін көрсетеді. Қарастыруға тұрарлық. Тағы бір маңызды жағдай қандай болуы мүмкін? Теріс санды пайдаланып көрейін. Оның да рухы жағымсыздан мүлде бөлек. Ал теріс 1-ге тең бе? Жарайды. Бұл да жұмыс істейді. Қайталап көрейін. Мен оң сандарды, теріс сандарды, 0-ді қолданып көрдім. Маған мысыққа ұқсайтын нәрсені жасап көрейін. Сөзбе сөз айтқанда, CAT тіпті санға ұқсамайтын жолды енгізу. Мен Enter пернесін басқан кезде не болатынын көрейік. Жарайды. Енді бізде басқа қате бар екенін көреміз. Бұл синтаксистік қате емес. Себебі мен типографиялық қате жіберген жоқпын. Мен синтаксистің бір бөлігін ұмытқан жоқпын. Дәл қазір менде бір мағынада қате бар. Және бұл мен күтпеген мәні. Бұл жағдайда адам. Яғни мен оны кодты жазғаннан әлдеқайда кешірек енгіздім. Бұл нені білдіреді? Мағынадағы қате. Түсіндірменің не екенін көрейік. 10-шы негізі бар int үшін жарамсыз литерал, тырнақшасыз тырнақша, мысық. Сонымен, бұл да аздап тым көп, өкінішке орай. Python және басқа да көптеген бағдарламалау тілдерінде қате туралы хабарлар өте ыңғайлы бағдарламашылар үшін жазылған. Және, әрине, сіз бағдарламалауды алғаш үйреніп жатқанда, қате туралы хабарларды былай қойғанда, бағдарламалау тілімен онша ыңғайлы болмауыңыз мүмкін. Бірақ қандай да бір ақпаратты шығара алмайтынымызды көрейік. Бұл өте қате сөзбе сөз аударма. Тағы да сөзбе сөз аударма. Бұл жай ғана int үшін енгізілген нәрсе. Ал шын мәнінде int дегеніміз не? Int бұл пайдаланушының енгізуін сәйкес бүтін санға түрлендіру үшін қолданатын функция. Он негіз Pythonда әдепкі бойынша қолданылатын ондық санау жүйесіне қатысты. Және сайып келгенде Python анамайтын нәрсе мен cat тырнақшасыз дәйек сөзді int функциясына бергенім сияқты. Сонымен, мен бұл мәселені қалай шеше аламын? Мен жай ғана бағдарламама нұсқауларды қоса аламын. Мүмкін мен пайдаланушыға нақтырақ нұсқау беретін жолды қосар едім. Бүтін санды енгізуді ұмытпаңыз, немесе cat енгізбеңіз. Жолдарды енгізбеңіз. Әрине, пайдаланушы әлі де келіспеуі мүмкін. Ол нұсқаулықты оқымауы мүмкін. Сондықтан, бұл да тиімсіз стратегия болуы мүмкін. Біз шынымен жасағымыз келетін нәрсе, қателерді өңдеуді ескере отырып, кодымызды жазу. Біз өзімізді толғандыратын мәселелерді шешіп қана қоймай. Сонымен қатар күтпеген жерден орын алуы мүмкін қателерді өңдейтін код жолдарын жазғымыз келеді. Жалпы, сіз бағдарламалап жатқанда қауіпсіз түрде бағдарламалаңыз. Пайдаланушылар бұған мән бермейді, немесе одан да жаманы. Олар зиянды деп есептейді. Олар сіздің бағдарламаңызды өшіруге тырысуда. Сондықтан, біз мүмкіндігінше көп қателерді өңдегіміз келеді. Енді айтыңызшы, Pythonда мұны қалай істеуге болады? Синтаксистік қате болмаса да, мән қатесін немесе басқа қате түрлерін ұстағыңыз келсе де, Pythonда try кілт сөзі бар екені белгілі болды. Және оның есімі дұрыс сияқты. Егер сіз Python тілінде бірдеңе жасап көргіңіз келсе, бұл кілт сөзді сөзбе сөз пайдалана аласыз. Және сіз ерекше бірдеңе, қандай да бір қате орын алғанын тексере аласыз. Try және басқа except кілт сөздерін қолдана отырып, егер бірдеңе дұрыс болмаса, мен барып бірдеңе жасауға тырысамын ба? Оның орнына мен тағы бір нәрсе істей аламын. Ендеше, егер бірдеңе дұрыс болмаса, пайдаланушы енгізуін int-ге қалай түрлендіруге болатынын қарастырайық. Осы жерде менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Және осы мысалды келесідей өзгертуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастыруға рұқсат етіңіз. Және кодтың бірінші жолының үстіне мен сөзбе сөз көріңіз. Және қос нүкте жазамын.
Бұл Python-ға келесі әрекеттерді орындауға тырысу керектігін айтады. Мен кодтың бар жолдарын бірдей бос орындарға, бұл жағдайда 4 бос орынға шегіндіремін. Содан кейін мен тағы бір жаңа жолды қосамын. Ол сөзбе-сөз мағынадағы қатені қоспағанда деп жазылған. Және менің V және E әріптерін бас әріппен жазуым маңызды екенін ескеріңіз. Бұл таңбалар регистрді ескереді. Енді менде осы қос нүктеден кейін Python-ға ерекше жағдайларда не істегім келетінін көрсету мүмкіндігім бар. Егер сан немесе пайдаланушы енгізуі дұрыс болмаса, бұл сан. Мен дәйек сөзді тырнақшасыз басып шығару сияқты қарапайым нәрсені айтқым келеді. Бүтін сан емес. Мен кем дегенде пайдаланушыға мәселенің шын мәнінде не екенін шамамен түсіндіремін. Сондықтан тағы бір егжей-тегжейге назар аударыңыз. Шегініс өте маңызды. Мен бірінші жолды қолданып көргендіктен және екінші және үшінші жолдарды шегіндіргендіктен. Бұл мен орындауға тырысатын кодтың екі жолы. Бесінші жолдағы мән қатесін қараңыз. Себебі шегініс мұндай қателер орын алған жағдайда орындалатын нәрсе. Енді терминал тереземе қайта кіріп, Python-ды number арқылы іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай теріңіз. Әрі қарай жалғастырып, тағы бір рет терейік. Ол әлі де жұмыс істеп тұрған сияқты. Және, әрине, мен тырысамын және табысқа жетемін. Жалғастырып, қайталап көрейін. Бірақ бұл жолы мысық сөзімен немесе жалпы ондық сан емес нәрсемен. Енді сіз хтың бүтін сан емес екенін әлдеқайда анық көресіз. Мен қандай да бір қорқынышты қате туралы хабарды көрмеймін. Мен пайдаланушы, онымен қалай күресуге болатынын білмеймін. Енді сіз бағдарламашы ретінде ерекше бір нәрсе болуы мүмкін екенін болжап отырсыз. Және сіз бір пайдаланушыға қатені нақты өңдеуге кірісіп, оның орнына тиісті қате туралы хабарды жібердіңіз. Кідіртуге рұқсат етіңіз және осы мән қатесін өңдеу үшін try and except деп теріп, жаңа ғана не істегеніміз туралы сұрақтарыңыз бар жоғын білуге рұқсат етіңіз. Мән сіз алатын қатенің жалғыз түрі ме? Немесе қателердің басқа түрлері бар ма? Мән қатесі сіз ұстай алатын жалғыз нәрсе ме? Басқа қателер де бар. Бүгін біз олардың кейбірін қарастырамыз. Шынымды айтсам, одан да көп нәрсе бар. Егер сіз Python-да бағдарламалауды жалғастырсаңыз, алдағы апталарда, айларда және жылдарда олардың көпшілігін кездестіресіз. Бірақ олармен жұмыс істеу әдістемесі негізінен көріңіз, қабылдаңыз, немесе жалпы осы ерекшеліктерге қатысты басқа сұрақтармен бірдей болама. Иә, сер, except блогын пайдалану үшін қатенің түрін білу керек. Солай емес пе? Оқылмайтын, егер сіз қатенің осы түрін болжай алмасаңыз ше, бұл өте жақсы сұрақ. Сондықтан мен өзіме орын алуы мүмкін қатені анықтауға тырысамын. Бұл қашан болуы мүмкін екенін білмеймін, себебі бұл пайдаланушыға байланысты болады. Бірақ мен int функциясын пайдалану кезінде қандай қате орын алуы мүмкін екенін білемін. Python-да бірдеңе дұрыс болмай қалса, оны көрсетуге болатын әдіс бар. Және сіз қате мәнін сөзбе-сөз алып тастап, барлығын жай ғана ұстай аласыз. Мәселе мынада, бұл кейде сіздің кодыңыздағы басқа қателерді жасырады. Өйткені сіз не болып жатқанын міндетті түрде білмейсіз. Ал егер сіз ненің дұрыс емес екенін міндетті түрде білмесеңіз, оны қалай дұрыс шешуге болады? Бұл жаман тәжірибе. Ал екінші жағынан, бәрін ұстаңыз. Мен оны осында шешемін деп айту өте жалқау. Сондықтан, қандай қателіктер орын алуы мүмкін екенін анықтау және мен сияқты олар туралы нақты айтуды қосу әлдеқайда жақсы тәжірибе болар еді. Енді осыған байланысты, егер сіз Python-ның ресми құжаттамасын оқып жатсаңыз, сіз үнемі не істейсіз? Бұл туралы сізге алдын ала хабарлаудың жақсы жері жоқ. Осылайша қандай қателіктер жіберілуі мүмкін? Сондықтан, бұл біршама қарама қайшы кеңес. Сіз мұны осылай жасауыңыз керек. Бірақ сіз нені тексеруіңіз керек екені әрқашан анық бола бермейді. Бірақ тәжірибе арқылы сіз мұны жақсырақ жасай аласыз. Ал кейбір жағдайларда құжаттамада ненің дұрыс емес болуы мүмкін екендігі көрсетілген. Енді осыған тағы бір рет назар аударуға рұқсат етіңіз және бұл код жақсырақ болғанымен, ол дұрысырақ екенін атап өтейін. Өйткені мен пайдаланушыға кейбір шын мәнінде маңызды сәттерді, көптеген адамдарда кездесетін ұсқынсыз әдепкі Python қате хабарын көруге мүмкіндік бермеймін. Егер сіз бұл туралы не істеу керектігін білмесеңіз, мен оны кем дегенде талғампаздықпен өңдеймін. Мен x бүтін сан емес екенін шығарамын. Сондықтан, бұл кем дегенде одан да ағартушылық. Бірақ бұл міндетті түрде бұл кодты енгізудің ең жақсы жолы емес. Неге? Міне, мен де әлі де жалқаумын. Сондықтан, мен кодтың бір жолын емес, екі жолын орындауға тырысып жатқанымды ескеріңіз. Және бұл жерде күрделі ештеңе жоқ. Өйткені бұл кодтың екі жолы туралы ғана. Бірақ озық тәжірибелерді насихаттау мүддесі үшін сіз шынымен де қандай да бір жолмен сәтсіздікке әкелуі мүмкін, ерекше жағдайды тудыруы мүмкін, кодтың бір немесе өте аз жолын ғана орындауға тырысуыңыз керек. Бұл жерде print қызметіне қоңырау шалу value қатесін тудырмайтынына сенімдімін. X мәні int немесе жол немесе қалқымалы нүкте мәні немесе басқа нәрсе болсын. Python тіліндегі жолды пішімдеу функциясы бұл мәнді басып шығаруда тамаша жұмыс істейді. Сондықтан мен мұны істеймін. Мен осы үшінші жолды кодымның ең төменгі жағына жылжытамын. Енді шегініс жасаудың қажеті жоқ. Мен мұны файлымның төменгі жағында ғана
орындаймын. Өкінішке орай, мұны істегеннен кейін мен value қатесін жоюға әкелетін қажетті жұмыстың ең аз көлемін орындауға тырысып, жақсы жұмыс жасадым. Бірақ мен жаңа қателік жібердім деп қорқамын. Қарап көрейік. Енді не дұрыс емес? Әрі қарай жалғастырып, Python of number бағдарламасын қайта іске қосуға рұқсат етіңіз. Жүйеге кіріңіз. Жалғастырып, оны елумен дұрыс орындауға рұқсат етіңіз. Және бәрі жақсы сияқты. Бірақ тағы да осы бұрыштық жағдайларды қолданып көрейік. Нөлдер, теріс сандар немесе бұл жағдайда мысық. Жалғастырып, CET әрпін қайталап енгізуге рұқсат етіңіз. Енгізіңіз. Енді менің атымда қате бар. Енді бұл менің кодымдағы қатенің тағы бір түрі. Мен оны осында енгіздім. Бұл қате атауы нені білдіреді? Сонымен, мән қатесі осыған қатысты болғаны сияқты. Кейбір айнымалының мәні біреу қате енгізген мән атау қатесі орын алады. Айнымалы атымен бірдеңе істеп жатқандай кодыңызға сілтеме жасаңыз, оны орындамау керек. Неге бұлай болуы мүмкін? Ендеше, назарымызды осы жердегі кодқа аударып, оның не туралы шағымданып жатқаны туралы ойлануға рұқсат етіңіз. Мен төменде көріп тұрған қатенің атауында. Бұл маған аты тырнақшасыз дәйек сөз анықталмаған екенін айтады. Назар аударыңыз, егер мен ары қарай қарасам, онда 6-шы жол туралы айтылады. Сондықтан мәселе менің кодымда 6-шы жолда екенін білемін. Бұл 1 минут бұрын жұмыс істеді. Мен 2-ші жолда хыты анықтаймын. Бірақ осы жерде отырған қатысушылардан сұрайын, неге 6-шы жолда бар? Неге ол анықталмаған? Бірақ мен оны 2-ші жолда анықтағым келгеніне сенімдімін. Мүмкін айнымалының ауқымы оқылмайтын арасында болуы мүмкін. Дэвид Малан, сонымен жақсы терминология. Ауқым кодтың айнымалы мәні бар бөлігін білдіреді. Бұл Python'да мүлдем дұрыс болмаса да солай. Бұл C және Java тілдерінде дұрыс болар еді. Мұнда шегініс немесе бұйра жақшалар айнымалының ауқымын анықтауға бейім. Бірақ тағы да бұл жерде жалпы алғанда ол 1 минут бұрын жұмыс істеді. 2-ші жолда анықталғаннан кейін бар. Өйткені есіңізде болсын. Мен хытың мәнін 50-ге дейін басып шығардым. Осы жерде тағы бір гипотезаны қолданып көрейік. Тағы бір сыйлық. Неге екені белгісіз, әлі күнге дейін анықталмаған. Иә, бұл жергілікті айнымалы болғандықтан, бұл оның ауқымнан тыс анықталмағанын білдіреді. Өйткені адамдар бұл туралы бұрын айтқан. Ол Try қолданбасына енгізуді сұрап жатыр. Солай емес пе? Оның сырты анықталмаған. Сондықтан сізде әлі де жақсы бейне қосылғылар бар. Сонымен қатар жақсы терминология. Функциялардың ішінде болатын жергілікті айнымалылар сияқты нәрсе бар. Мысалы, бүкіл файлдарда болатын жаһандық айнымалылар. Бірақ бұл жағдайда да бұл мүлдем дұрыс емес. Бұл жерде не болып жатқаны тәртіпке байланысты. Осы жерде берілген кодқа қайта оралуға рұқсат етіңіз және тағайындау операторын талқылаған сайын мәнді көшіретін жалғыз теңдік белгісі екенін еске салайын. Оңнан солға. Бірақ қай сәтте бірдеңе дұрыс емес болып жатқаны туралы бір сәт ойланыңыз. Енгізу функциясы өте жақсы жұмыс істейтін шығар. Өйткені біз оны қазір пайдаланушылардан ақпарат алу үшін жиі қолданамыз. Python тілінде ол әрқашан жолды немесе store мәнін қайтарады. Бірақ ненің дұрыс емес болуы мүмкін? Егер мен бұл жолды аргумент ретінде int функциясына берсем, қатені жіберетін int функциясы болуы мүмкін. Және шынында да, егер бізде бұрын value қатесі болғанын еске түсірсек, бұл шын мәнінде int функциясына ұнамады. Тырнақшасыз дәйек сөз, кіріс ретінде мысық. Сонымен, мұның бәрі менің кодымның бұл бөлігі қазір оң жақта бөліктелгенін көрсетеді. Теңдік белгісі бұл мәселені тудыратын код. Бұл мәнді енгізу кезінде қате тудырған код. Және бұл жағдайда мәнді енгізу кезінде қатені түзетеміз. Бірақ мәнді енгізу қатесі теңдік белгісінің оң жағында орын алғандықтан мән солға көшірілмейді. Қате бұл процесті толығымен тоқтатады. Осылайша, біз x 2-ші жолдағы нүктеге тең екенін көрсек те, бұл жолдың теңдік белгісінің сол жағындағы бөлігі көшірілмейді. Сайып келгенде, теңдік белгісі есептелмейді. Себебі мәндегі қате тым ерте пайда болады. Міне, сол кезде біз 6-шы жолға жеттік. Бірақ мен 2-ші жолдағы мәнді анықтайтын сияқтымын. Және егер бәрі ойдағыдай болса, мен 2-ші жолдағы хты анықтайтын едім, біз бұл бөлікке жете алмадық. Мән оңнан солға көшіріледі. Өйткені алдымен мәнді анықтауда қате пайда болды. Сондықтан қазір бұл код дұрыс емес. Сондықтан мен мұндай нәрсені қалай шешемін? Python қолдайтын try and except синтаксисінің тағы бір ерекшелігі бар. Ол else кілт сөзінде қолдайды. Біз else сөзін бұрында көргенбіз. Егер сіз біздің шартты талқылауымызды еске түсірсеңіз, біз if сөзін көргенімізді көресіз. Біз elif'ті көрдік. Біз else'ді көрдік, және бұл басқа ештеңе маңызды болмаған жағдайда не істеу керектігін қорытындылаудың бір түрі болды. Бұл Python тіліндегі try except функциясымен бірдей интуиция. Міне, сіз не істей аласыз? Бірдеңе дұрыс болмай қалса, мен сияқты келесі әрекеттерді орындап көруге болады. Бірақ, егер ештеңе дұрыс болмаса, жалғастырыңыз және мұны істеңіз. Сондықтан, бұл дәл қазір сол мәселені шешудің бір жолы. Қазір не болса да,
Python екінші жолды орындауға тырысады. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, ол осы мән қатесін өңдеу үшін үшінші және төртінші жолдарды орындайды. Дегенмен, егер сіз бұл кодты сәтті орындауға тырыссаңыз, өңдеуге ешқандай ерекшеліктер болмайды. Сондықтан бұл жолды осында орындауға тура келеді. Сондықтан бұл біраз түсініксіз болуы мүмкін. Өйткені біз қазір else сөзін шартты өрнектер ретінде қолданамыз. If, elif, else. Және біз else сөзін осы try except блоктарымен де қолданамыз. Бірақ бұл жақсы. Бұл тілдің бір бөлігі. Бұл ерекшеліктердің бірі. Енді мен бұл кодты терминал терезесінде қайта іске қоссам, ол Python of number болады. Py 50 сияқты дұрыс нәрсені жасайық. Мен хитің 50-ге тең екенін көремін. Бірінші жол аяқталды. Біз келесі әрекеттерді орындауға тырысамыз. Екінші жол аяқталды. Себебі түрлендіру сәтті өтті және 50 саны оңнан солға көшірілді. Ешқандай ерекшелік болған жоқ. Сондықтан біз үшінші және төртінші жолдарды елемейміз. Біз бірден нәтижені шығаратын бесінші және алтыншы жолдарға көшеміз. Алайда, керісінше, мұны соңғы рет жасайық. Python of number, Py, мысықты немесе кез келген басқа сөзді теріп, дәл қазір Enter пернесін басайық. Біз x дегеннің не екенін көрмейміз. Керісінше, біз x бүтін сан емес екенін көреміз. Бұл менің except сөйлемімде қарастырылған. Жарайды. Маған осы жерде кідіртуге рұқсат етіңіз. Өйткені мұнда көптеген жаңа синтаксис бар. Және try except бойынша сұрақтарыңыз бар жоғын осы жерден қараңыз. Әйтпесе атау қатесі немесе мән қатесі. Қайталап көргіңіз келе ме? Атаудағы қатені қайталай аламын ба? Атаудағы қатеге қатысты мәселе неде? Иә. Сондықтан мен бұл мәселені басқа нәрселерден арылту арқылы шешпес бұрын бірнеше жолды артқа айналдырайық. 1 минут бұрын бізде осындай код пайда болды. Соның салдарынан менде атау қатесі пайда болды. Python of number, Py, біз тереміз. Біз мысықты тереміз. Ол x аты анықталмаған жерде осылай көрінді. Және мәселе Python тіліндегі осы тұжырымға сәйкес 6-шы жолда болды. Енді бұл туралы дедуктивті түрде ойланайық. Басқа тәсілді қолданып көрейік. 6-шы жолда мен x аты анықталмаған қатені көремін. Жарайды. Python қазірдің өзінде маған x қазіргі уақытта жоқ екенін айтып жатыр. Бұл қалай болуы мүмкін? Сонымен x-ті қай жерде анықтау керек? Шамасы x осы жерде екінші жолда анықталған сияқты. Сонымен ненің дұрыс емес болуы мүмкін? Егер пайдаланушы санға ұқсамайтын нәрсені енгізсе, мысалы, cat сөзі болса, онда сөзді int-ге түрлендіру үшін int аргументі ретінде input мәнін қайтаратын cat мәнін берудің мағынасы жоқ. Сіз cat бүтін санға мүлде түрлендіре алмайсыз. Осылайша, int функциясы осы кезде мән қатесін береді. Және қате осы кодпен өңделеді. Бірақ 6-шы жолда шегініс жоқ екенін ескеріңіз. Ол менің кодымның қалған бөлігімен солға тураланған, яғни қандай жағдай болмасын. 6-шы жол орындалады. Ол мен 50 немесе cat енгізгеніме қарамастан орындалады. Бірақ егер мен cat-ті қайта енгізсем, онда x ешқашан мәнге ие болмайды. Сондықтан 6-шы жолда ол анықталмаған. Сондықтан мен else операторын енгізген кезде бұл олардың бір-бірін жоққа шығаруын қамтамасыз етеді. Мен else-ті жоғарыда сипатталғандай әрекет етіп, табысқа жеткен жағдайда ғана орындаймын. Маған осы мысалды одан әрі нақтылауды ұсынуға рұқсат етіңіз және бұл мысалды қалай жақсартуға болатынын ойластырыңыз. Мен үшін пайдаланушы енгізулерін бүтін санды енгізе алмағаннан кейін қабылдамау және жай ғана бағдарламадан шығу аздап жағымсыз, солай емес пе? Егер мен жай ғана пайдаланушыны қайта сұрасам, немесе қайта бағдарламаласам, пайдаланушыға ыңғайлырақ болар еді. Ал чатта, егер мүмкін болса, пайдаланушы бірлесіп жұмыс істей бастағанша және қайта бірдеңе жасағыңыз келсе, қандай Python мүмкіндігін пайдалануға болатынын айтыңыз. Телефон нөмірі сияқты бірдеңе іздеп жүрсіз бе? Сондықтан иә, ілмек. Осылайша, ілмек қайта қайталанатын нәрсе. Мүмкін, біз X пайдаланушысынан сұрау үшін сол механизмді, циклды пайдалана аламыз. Егер олар бізге нөмір бермесе, оны қайтадан сұраңыз. Ал егер олар бермесе, қайта сұраңыз. Бізге жай ғана бағдарламадан шығудың қажеті жоқ. Сондықтан тезірек барайық. Сондықтан маған мынаны ұсынуға рұқсат етіңіз. Маған осы кодты саналы түрде орындау арқылы жақсартуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Менің кодымның ең басында while true арқылы шексіз циклды іске қосуға рұқсат етіңіз. Естеріңізге сала кетейін, while кілт сөзі келесідей әрекет ететін циклды тудырады. Және ол сұрақ қояды. Логикалық өрнек, ол шын немесе жалған болуы керек. Егер мен бұл циклдың кем дегенде бастапқы кезеңде мәңгілікке жалғасуын қаласам, біз жай ғана шын деп айтамыз. Өйткені шын бұл шындық. Осылайша, егер біз оны мерзімінен бұрын үзбесек, біз қандай жағдай болмасын, мәңгілікке бірдеңе жасаймыз. Енді мен мұны әрі қарай жалғастырамын. Және осы циклдың астындағы шегініспен try except кодын жылжытамын.
Осылайша мен x белгісін алуға тырысамын. Оның орнына value қатесі пайда болса, мен x бүтін сан емес екенін басып шығарамын. Бірақ бұл жолы, егер пайдаланушы маған нөмірді енгізіп, сәтті болса, мен не істегім келеді? Мен мұны істей аламын. Мен бұл жерде өз кодымнан бас тарта аламын. Міне, төменгі жағында мен бұрынғыдай код жолын, x мәнін көрсететін f жолын, содан кейін бұйра жақшаларды қайтадан x пайдалана аламын. Сонда мұнда не болып жатыр? Менің ойымша, бұл код мен циклды қосқаннан бері кем дегенде бір рет, мүмкін екінші, мүмкін үшінші, мүмкін 500 рет қайталанатын әсерге ие болады деп ойлаймын. Пайдаланушы маған қалағанымды бергенше, яғни бүтін сан. Және олар мұны істегеннен кейін, мәнде қате болмаса, мен циклден шығамын. Ал 9-шы жол мен күткендей орындалады. Сондықтан маған осы нұсқаны орындауға рұқсат етіңіз. Python of number, py, теріңіз. Х деген не? Алдымен ең қарапайым нәрсені теруге рұқсат етіңіз. Елу. Бұл бағдарламаның басқару ағыны. Менің логикамның ағымы тұрғысынан не болды? Мен өзімді бірінші рет цикл ішіндегі бірінші жолда таптым. Мен бұл циклден шығамын деп үміттенемін. Мен ол кезде не істедім? Екінші және үшінші жолдарда мен пайдаланушыдан кіріс алып, оны int форматына түрлендіруге тырыстым. Мен бұл жолы жақсы жігіт болдым. Мен 50-ге жеттім. Бұл санға ұқсайды және солай. Сондықтан int функциясы оны өте жақсы түрлендірді және оны оңнан солға қарай x ретінде сақтады. Мән қатесін қоспағанда, мәнде қате жоқ. Өйткені мен санды енгізсем, ерекше ештеңе болмайды. Бұл қызықсыз. Бірақ менің бағдарламамды жақсы орындау. Сонда не болып жатыр? Мен циклден шығып жатырмын. Сонымен, тағы да, L сөйлемі ерекшелікке емес, әрекетке қатысты. Мен циклден шыққаннан кейін, әрине, x дегеннің не екенін басып шығарамын. Ендеше, орын алуы мүмкін басқа сценарийді қолданып көрейік. Python of number, py. Теріңіз. Х деген не? Мысықты немесе кез келген басқа сөзді қолданып көрейік. Теріңіз. Бұл енді жаңа мүмкіндік. Олар маған не істегенімді айтып жатыр. Х бүтін сан емес. Сондықтан мен пайдаланушылардан пайдалы пікірлер аламын. Бірақ тағы да назар аударыңыз. Мені Х дегеннің не екенін білуге шақырады. Иттеп теріп көрейін. Х бүтін сан емес. Х дегеніміз не? Маған құсты көруге рұқсат етіңіз. Кіріңіз. Х бүтін сан емес. Ал Х дегеніміз не? Және егер мен табысқа жеткенше шексіз циклде болсам, бұл мәңгілікке болатынын айту жеткілікті. Сол кезде мен одан шығамын. Сондықтан қайталап көрейік. 50-ші. Кіріңіз. Мен қазір білмеймін. Мен x-тің шын мәнінде не екенін басып шығарып жатырмын. Жарайды. Бір сәтке кідіріп, сұрақтарыңыз бар жоғын білуге рұқсат етіңіз. Логика бірдей дерлік. Бірақ қазір өзгерген нәрсе, мен оқиғалар тізбегіне түсіп қалдым. Мен Python тіліндегі break кілт сөзін пайдаланушы бірлесіп жұмыс істей бастағанда, оған дайын болған кезде циклден әдейі шығу үшін пайдаланамын. Біз шынымен үзіліс жасауымыз керек пе? Біз жай ғана тере алмаймыз ба? Немесе жай ғана басып шығаруға не кедергі? Бұл жақсы сұрақ. Сондықтан мен мұны істеуге тырысайын. Мен жай ғана басып шығара алмаймын ба? Егер мен мұны істесем, не болатынын көрейік. Осы басып шығару жолын соңында осы жердегі цикліме көшіруге рұқсат етіңіз. Осылайша бағдарламаның орындалу уақытын қысқартыңыз. Және жалпы алғанда бұл өте жақсы болды. Бұл Python of number, py. Кіріңіз. Жалғастырып, 50-ді теруге рұқсат етіңіз. Жарайды. Х 50-ге тең. Х деген не? Жарайды. Мүмкін бұл 49-ға тең шығар. 49-ға тең. Жарайды. Мүмкін 48-ге тең. Өкінішке орай, сіз күліп жатырсыз деп ойлаймын. Мұны өзіңіз де көріп тұрсыз. Мен ешқашан циклден шықпаймын және бұл менің ерекшелігім болуы мүмкін. Бұл сіздің бағдарламаңызға айналғанын қалауыңыз мүмкін. Бірақ мен олай істемедім. Мен бұл ойынның ақыры тоқтағанын қалаймын. Сондықтан мен одан осылай шығуым керек. Бірақ мен мұны басқаша істей аламын. Және маған оны аздап өзгертуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Бірақ алдымен осы синтаксиске қатысты басқа сұрақтарыңыз бар ма? Алдыңғы нұсқаға оралуға рұқсат етіңіз. Сәлем. Мен кідіртуді оқылмайтын қоспағанда және басқасын пайдалана аламын ба? Мысалы, басқа басып шығаруда сіз басқа басып шығаруды пайдалана аласыз. Басып шығаруды break немесе басқа нәрсемен бірге пайдалана аласыз ба? Осылайша сіз олардан шығу үшін циклдар ішіндегі үзілісті пайдалана аласыз. Және оны if, elif немесе else сияқты шартты белгілердің ішінде пайдалануға болады. Сіз оны try, except, else операторының ішінде пайдалана аласыз. Сіз шыққыңыз келетін циклде кез келген уақытта осы break кілт сөзін пайдалана аласыз. Мен оны ерекше жағдайлар контекстінде қолданамын. Бірақ бұл мұнымен шектелмейді. Мұны сізге де көрсетуге рұқсат етіңіз. Оның басқа жерде болуы міндетті емес. Егер мен қаласам, мен мұны шынымен жасай алар едім. Мен басқа жерімнен құтыла алар едім. Мен 3-ші жолға қайта оралып, тағы бір шегініс жолды, 4-ші жолды қосып, осы жерде аяқтай аламын. Енді айтыңызшы, неге логикалық тұрғыдан бұл қалыпты жағдай? Мен қазір не істеуге тырысып жатқаным туралы ойланыңыз. Мен 3-ші жолды орындап, пайдаланушы енгізулерін int форматына түрлендіруге тырысамын. Мен нәтижені оңнан солға қарай x-ке сақтауға тырысамын. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, біз көрген код бірден 5-ші жолға, содан кейін ерекше жағдайды өңдеу үшін 6-ші жолға өтеді. Бірақ егер ештеңе дұрыс болмаса, менің кодым жол жұмысын жалғастыруы керек сияқты. Сондықтан, техникалық тұрғыдан мен бұл жерде логикалық үзіліс нүктесін қоя алар едім. Мен бұл нұсқаны іске қосқан кезде не болатынын көремін. Бұл саннан алынған Python, py
50-ші теріңіз, ол жұмыс істеді. Мен циклден шықтым. Енді айтыңызшы, қай жол жақсы? Шынымды айтсам, қазіргі уақытта жағдай басқаша болуы мүмкін деп ойлаймын. Бұл бағдарламаның салыстырмалы түрде қысқа болғаны сонша, мен қазір екі нәрсені істеуге тырысып жатқаныма қарамастан, оның бірі үзіліс, сәтсіздікке ұшырамайды. Сіз не үзіліс жасайсыз, не істемейсіз? Пайдаланушыдан бұған әсер ететін деректер жоқ. Қатаң айтқанда, ол жерде кодтың осы екі жолының болуы міндетті емес. Бірақ мұнда тек екі жол бар. Сондықтан, менің ойымша, бәрі жақсы. Және егер сіз біздің өткен пікірталасымызды еске түсірсеңіз, тек дұрыстық туралы ғана емес, код қажетінше жұмыс істеме, бірақ дизайн туралы. Менің ойымша, сіз бәрібір дауласуыңыз мүмкін. Егер сіз бұл мәтіннің оқылуын және басқасының жоқтығын қаласаңыз, онда бәрі жақсы. Алайда, егер сіз бірдеңе дұрыс болмай қалса, орындауға тырысып жатқан код жолдарының санын азайтуды қаласаңыз, онда else де ақылды тәсіл болып табылады. Мұны қазірде ұсынуға рұқсат етіңіз. Өйткені біз бұл мәселені одан әрі жетілдіреміз. Менің ойымша, біз бұл өте дұрыс болатын деңгейге жеттік. Бірақ мен бүгін және ертең пайдаланушыдан сандарды жиі алуға тырысамын делік. Бұрын көргеніміздей, бүгін де, ертең де, одан кейін де пайдаланушыдан бүтін санды алу үшін өзіңіздің getInt функциясын ойлап тапқаныңыз жақсы болар еді. Мүмкін, мен бұл мүмкіндікті басқа адамдармен бөлісе алатын шығармын. Егер олар бағдарламалар жазғысы келсе, пайдаланушылардан бүтін сандарды алады. Мен мұны қалай істей аламын? Әрі қарай жалғастырып, бізге мұны істеуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Басып, шығарылған жолдан құтылуға рұқсат етіңіз. Бірақ циклімнің көп бөлігін осында қалдырыңыз. getInt деп аталатын функцияны анықтауға рұқсат етіңіз. Ол әлі аргументтерді қабылдамайды. Мен getInt астында жазған барлық кодты шегіндіремін. Сондықтан, қазір менде getInt деп аталатын функция бар. Ол келесі әрекеттерді орындауға тырысады. Оны пайдаланушыдан енгізіп көріңіз. Егер бірдеңе дұрыс болмай қалса және мәнде қате пайда болса, оларға x бүтін сан емес деп айқайлаңыз. Әйтпесе, үзіліс жасаңыз. Бірақ мен мұнда тек үзіліс жасағым келмейді. Енді мен функцияда болсам, қайтару мәндері туралы талқылауымызды еске түсіріңіз. Егер сіз өзіңіздің жеке функцияңызды ойлап тапсаңыз, оның өмірдегі мақсаты жай ғана емес. Экранда жанама әсер ретінде бірдеңені басып шығарыңыз. Бірақ мәнді қайтару үшін, мәнді сол пост иттегідей қайтарыңыз. Мүмкіндіктер туралы талқылауымызға назар аударыңыз. Сізге x-ті анық қайтару керек. Енді бұл мүмкіндікті қалай пайдалануым керек? Біз өз функцияларымызды жасай бастағаннан кейін, әдетте өзіміздің негізгі функциямызды анықтау ыңғайлы болуы мүмкін. Бұл біздің бағдарламамыздың негізгі бөлігі. Мен оны қарапайым етіп сақтаймын. Мен қазір айтайын дегенім x getInt-ке тең. Содан кейін келесі жолда мен бұрынғыдай тырнақшасыз. X бұл бұйра жақшаның ішінде x дегенді басып шығарамын. Және бағдарламаны еске түсіруімнің ең соңында мен мейнге қоңырау шаламын. Сондықтан қандай жағдай болмасын, бәрі анықталғаннан кейін мен өзімнің main функциямды шақырамын. Оның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Әрі қарай жалғастырып, Python of number бағдарламасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай, жүйеге кіріңіз, 50-ді терейік, және ол бұрынғыдай жұмыс істейтін сияқты. Әрі қарай жалғастырайық, және бағдарламаны тағы бір рет іске қосайық. Бұл жолы CET деп терейік. X бүтін сан емес, және менің сұрағым бар. It және менің сұрағым бар. Қос және менің сұрағым бар. Бәрі жақсы, бәрі жақсы, бәрі жақсы. 50 бұл int, және ол осылай басылған. Міне, осы жерде айта кететін жайт. Мен бірнеше жақсы қасиеттерді көрсеттім. Біріншіден, мен бүтін санды алу идеясын абстракцияладым. Мен бұл мүмкіндікті қазір жасыру үшін Enter пернесін бірнеше рет жасанды түрде басқаныма қарамастан. Ол сол жерде болуы керек, бірақ біз оны қазір көрудің қажеті жоқ. Назар аударыңыз. Дәл қазір бұл бағдарламаның барлығы осыған байланысты. Кодтың 3 жолын енгізу керек. Неге? Өйткені мен пайдаланушыдан int алудың бүкіл процесін абстракцияладым, және оны getInt деп аталатын өзімнің жаңа мүмкіндігіме енгіздім. Бірақ мен мұны жақсарта аламын ба? Маған барып, осы бос жолдардың барлығын алып тастап, оны ашуға рұқсат етіңіз. Сонда біз экранда көбірек көре аламыз. Оны дереу экранға шығарыңыз. Мен getInt бағдарламасын жетілдіре аламын ба? Бұл дұрыс. Мен мұны дұрыс деп санаймын. Ол қателерді өңдейді, және ол x-ті қайтарады. Бірақ қатаң айтқанда, маған мұндай ұзақ кодты жазудың қажеті жоқ. Мен тағы не істей алар едім? Маған мынаны ұсынуға рұқсат етіңіз. Егер сіз осы 13 жолда тек үзіліс жасасаңыз, содан кейін бірден шегініс бойынша 14 жолда return x орындасаңыз, онда неге әрқайсысының уақытын босқа өткізіп жатырсыз? Мәнді қайтаруға дайын екеніңізді түсінгеннен кейін, жай ғана x мәнін қайтаруға болады. Сондықтан, менің else-де мен шығып, мәнді қайтара аламын. Сондықтан, мұнда да return функциялардан мәндерді қайтару үшін қолданылады. Break циклдардан шығу үшін қолданылады. Бірақ return қандай да бір жолмен break-тен күштірек екені белгілі болды. Бұл сізді тығырықтан шығарып қана қоймайды. Бұл сізге құндылықты қайтарады. Сондықтан, қаласаңыз, бір уақытта екі нәрсені жасауға болады. Бірақ мен оны одан да ықшам етіп жасай аламын ба? Егер менің мақсатым жай ғана кодты қатайту болса, тіпті ол әлдеқашан бекітілген болса да, сіз бұрын Pythonда бағдарламалаған болсаңыз да, жоқ па, оны одан әрі жетілдіру туралы біреу ойлай ала ма? Мен бұл іске асыруды әлі де аздап қысқарта аламын ба? Егер мен азырақ жолдарды пайдаланып, қателесу мүмкіндігімді азайтып, оны оқуды біршама жеңілдетсем,
себебі ол қысқарақ. Менің get-ing бағдарламасын қатаңдату бойынша ұсыныстарыңыз бар ма? Сіз тырысып жатқанда try функциясының мәнін жай ғана қайтара аласыз. Сіз x мәнін енгізесіз, содан кейін x мәнін қайтарасыз. Дэвид Малан: жарайды. Біз x мәнін сәл жоғарырақ қайтара аламыз, және маған адамдарды түзетуге рұқсат етіңіз. Бұл try функциясы емес. Бұл техникалық тұрғыдан try мәлімдемесі болар еді. Функция әдетте бір жақшаны және екіншісін қамтиды. Бұл жағдайда бұл жай ғана мәлімдеме, бірақ біз дәл осылай істей аламыз. Техникалық тұрғыдан маған басқа ештеңе керек емес. Егер мен шынымен қаласам, мен мұны істей алар едім. 9-шы қатардан кейін мен x-ті осында қайтара алар едім. Немесе айнымалыларды анықтау туралы талқылауымызды еске түсіріңіз. Кейде қажет емес. Егер сіз оны бірден осы жерде қолданғыңыз келсе, содан кейін оны ешқашан қайталамасаңыз, айнымалыны неге осы жерде анықтайсыз? Осылайша, біз бұл жерде жаңа жолдың пайда болуына жол бермеуіміз мүмкін. Мен тіпті тың нақты анықтамасынан да аулақ бола алар едім. Мен жай ғана осындай нәрсені айта алар едім. Мен int, input, quote сөздерін тырнақшасыз қайтара алар едім. Деген не? Мен мұның бәрін бірден жасай аламын. Енді айтыңызшы, қайсысы жақсы? Мен білмеймін. Менің айтайын дегенім, бұл жерде ақылға қонымды адамдар келіспеуі мүмкін. Мен бір жағынан кодексті қатайтып жатырмыз деп айтар едім. Біз азырақ жолдарды қолданамыз. Оны оқу оңайырақ, және менің қателесу мүмкіндігім аз. Екінші жағынан, оны түсіну қиынырақ болуы мүмкін. Менің қайдан келгенім анық емес. Сондықтан, менің ойымша, кез келген жағдайда дәлелдер келтіруге болады. Ең бастысы, сіз мұны саналы түрде жасадыңыз. Сіз мұны бір жолмен немесе басқа жолмен жасауға шешім қабылдадыңыз, және сіз мұны ойша негіздей аласыз. Сіздің жауабыңыз: иә, бұл жұмыс істеді. Сондықтан мен оны жалғыз қалдырдым деп емес. Сізде жақсы себеп бар. Жақсы себеп ойлап табыңыз. Және бұл тәжірибемен бірге келеді. Мен сізді тағы бір түсініктеме беруге шақыруға рұқсат етіңіз. Сіздің бағдарламаларыңыз біршама шулы деп ойлайсыз делік. Және сіз пайдаланушыға бүтін сан емес екенін үнемі айтып отырғаныңыз мені біраз ренжітті. Бүтін сан емес. Егер сіз бәрін сәл жұмсақ етіп жасағыңыз келсе, және пайдаланушыдан сол сөздермен тағы бір рет сұрағыңыз келсе, деген не, қайта, мұны сіз де жасай аласыз. Егер сіз Python да ерекше жағдайды өңдегіңіз келсе, бірақ онымен қандай да бір әрекеттен бас тартқыңыз келсе, яғни оны ұстағыңыз келсе, бірақ оны елемеуді қалайсыз. Сіз ештеңе тергіңіз келмейді. Сіз бағдарламадан шыққыңыз келмейді. Сіз жай ғана адамдарға толы бөлмеде сөйлесіп жатқандай, оны үнсіз елемегіңіз келеді. Ал сіздің кезегіңіз сөйлесуге келді. Ал сіз жай ғана кіріңіз дедіңіз. Олар әлі де сізге хабарласып жатыр. Бірақ сіз басқа ештеңе істемейсіз немесе айтпайсыз. Біз бұл кілт сөзді осы жерде кодымызға қоса аламыз. Осы жерде менің бағдарламама қайта оралуға рұқсат етіңіз. Және қайта терудің орнына x бүтін сан емес. Мен мұны істей аламын. Мен қатені өңдеуді жалғастыра алар едім. Мен оны әлі де ұстап жатырмын. Осылайша, пайдаланушы тіпті мән қатесі туралы айтылған кезде де қорқынышты хабарды көрмейді. Менің кодым оны қабылдайды. Бірақ мен бұл туралы ештеңе айтпаймын. Мен хабардар болып отырамын. Және пайдаланушыға нұсқау беріп, қайта бағдарламалауды жалғастырамын. Сондықтан қазір әсер келесідей болады. Python of number, мысықты терейік. Тағы да x деген не, итті терейік. Тағы да деген не, құсты енгізіңіз. Мүмкін бұл пайдаланушыға сәл ыңғайлырақ шығар. Және сіз пайдаланушыға не қалайтыныңызды еске саласыз. Мүмкін одан да жаман шығар. Мүмкін бұл пайдаланушыға неліктен оны қайта сұрайтыныңызды түсіндіруге көмектесуі мүмкін. Бұл соншалықты айқын емес. Сондықтан бәрі екі жолмен жүруі мүмкін. Бірақ тағы да айтамын. Дәл қазір бұл қателерді өңдеудің тағы бір механизмі. Біз белгілі бір қатені қадағалау үшін except кілт сөзін қолданамыз. Бірақ бізге бұдан артық ештеңе істеудің қажеті жоқ. Біз жай ғана басқа нәрсемен айналыса беруіміз мүмкін. Осы жерде кідіріп, қазір байқап көру, қабылдау, көбірек немесе өткізіп жіберу туралы сұрақтарыңыз бар, жоғын білуге рұқсат етіңіз бе? Жарайды. Иә, жоқ. Менің ойымша, мысалы, get int мүмкіндігін пайдалану арқылы сіз не ойлап тапқаныңызды білгім келді. Өйткені мен байқағаным, сіз мұны барлық логикамен және бүкіл функцияның бұзылуымен бастан өткеріп жатқаныңыз анық. Ал бұл рас болса да, мұны істеңіз. Бірақ мен кодтың шегіністерін егжей-тегжейлі қарастырғым келеді. Иә, сондықтан шақыру логикалық түрде ойластырылған. Кейбір тілдер шегіністерді соншалықты қатаң өңдеуді қажет етпейді. Немен байланысты екенін түсіну үшін бұйра жақшаларды немесе басқа таңбаларды пайдалануға болады. Жалпы алғанда, сіз Python-ды осы жолға шегіндірген сайын, кодты жазған сайын, осы жерде орналасқан Python кодының жолы және оның астындағы жолдар қандай да бір жолмен шегініс жасайды. Бұл жолдардың қандай да бір жолмен байланысты екенін білдіреді. Бұл бірінші жол. Және шамасы, бұл шегініс жолдар бірінші жолда компьютер мұны істеу керек деп айтқан жағдайда ғана орындалуы керек. Бұл нақты нені білдіреді? Алтыншы жолда біз аргументтерді, қос нүктені қабылдамайтын get in функциясын анықтаймыз. Кем дегенде 4 бос орын шегінісі бар кез келген нәрсе осы функцияның бөлігі
болып табылады. Неге? Бұл жай ғана Python тілінің дизайны. Шынымды айтсам, дизайнерлер C және Java сияқты тілдерде шынымен ұсқынсыз кодты көруден шаршады деп ойлаймын. Олар міндетті түрде шегіністерді қажет етпейді. Сондықтан бұл қазір тілге ендірілген. Мүмкін бұл жерде менің хронологиям сәл бұзылған шығар. Бірақ шегіністерге қатысты Python-ға қарағанда еркін сөйлейтін көптеген тілдер бар. Шегіністердің 7-ші жолда да мағынасы бар. Бұған назар аударыңыз. Өйткені while true 4 бос орынға шегініс жасайды. Бұл оның getInt функциясының бір бөлігі екенін білдіреді. Бірақ назар аударыңыз. While true операторының астында 8, мұнда 12, мұнда 8, мұнда 12 бос орын бар. Мен жай ғана нүктелерді жылдам санап жатырмын. Бұл мен жаңа ғана бөлектеген жолдардың барлығы осы while циклінің ішінде екенін білдіреді. While true 8-ден 11-ге дейінгі жолдарды ықтимал қайта-қайта және қайта-қайта орындауды білдіреді. Ал енді ақырында 8-ші жолда. Өйткені бізде байқап көру элементі бар және оның астындағы шегініс 9-шы жол болып табылады. Бұл жай ғана 9-шы жолдағы нәрсені қолданып көру керек дегенді білдіреді. Сол сияқты 10 жолда оның астында біз 11 жолды шегіндірдік. Мән қатесіне қатысты ерекшелік болған жағдайда ғана өту керек. Осылайша шегініс тек немен байланысты екенін білдіреді. Және бұл сізге ыңғайлы болғаннан кейін шегіністің өзі бағдарламаңыздың логикасын түсіндіруге көмектесетінін көресіз. Мұның керемет жанама әсері бар. Келесі күні таңертең өзіңіз үшін, әріптестеріңіз, отбасыңыз, достарыңыз, мұғалімдеріңіз үшін сіздің кодыңыз әлдеқайда оқылатын болады. Өйткені бұл нәтиже. Бұл бір үлкен мәтіндік блог емес. Енді басқа сұрақтар қойып көріңіз, басқа немесе өту. Иә, рахмет. Менің 2 сұрағым бар. Бірінші сұрақ. Өту деп айтқаннан кейін қоңырау шалушы жүйе айнымалысы немесе басқа нәрсе арқылы осы дәуір туралы бірдеңе біле ала ма? Ал екінші сұрақ мәселе мынада. Нөлдік жиын кейбір жол әдістеріне, соның ішінде сандық әдіске сілтеме жасайды. Бұл оқылмайтын әдістен өзгеше ме? Бұл жақсы сұрақ. Сондықтан бірінші сұраққа келетін болсақ, егер мен қатені осылай өңдейтін болсам, қоңырау шалушы бұл туралы ештеңе білмейді. Бұл менің өңдеуімнің мәні, сондықтан негізгі немесе басқа қоңырау шалушылар техникалық ақаулардың орын алғанын білмейді. Екінші сұраққа келетін болсақ, is-numeric бұл шақыруға болатын тағы бір мүмкіндік. Ол жолға қарап, оның шын мәнінде сан екенін анықтай алады. Мен ұқсас механизмді пайдалана аламын. Мен шартты белгіні пайдалана аламын. Егер ол санға ұқсайтын болса, оны int функциясына ауыстырыңыз. Содан кейін оны бүтін санға түрлендіріңіз. Бұл мүлдем қалыпты жағдай. Мен жалпы айтар едім. Питондық істерді істеудің жолы көбінесе жақсы немесе жаман болсын. Бір нәрсені сынап көру және ол жұмыс істейді деп үміттену. Бірақ егер бұл көмектеспесе, ерекше жағдайды шешіңіз. Сондықтан басқа тілдер if, elif, else және осы шартты белгілердің барлығын тексеруге басымдық береді. Python ойлауға көбірек көңіл бөлуге бейім. Сондықтан оны қолданып көріңіз. Бірақ қатені түзетіп жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Сондықтан мұны істеудің питондық жолы болар еді. Дегенмен, сіздің жолыңыз алдымен оның сан екенін шартты түрде тексеру керек пе? Егер сіз осы жолмен жүргіңіз келсе, бұл да өте орынды. Маған осы бағдарламаның кейбір соңғы жақсартуларын ұсынуға рұқсат етіңіз. Бұл шын мәнінде жағдайды біршама қиындатады. Іске асыруды жақсартуға тағы бір қадам. Осы getInt функциясынан бізге қатаң кодты енгізбеуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Яғни барлық жерде қолмен x енгізіңіз. getInt функциясын қайта пайдалануға болатындай етіп жасайық. Дәл қазір мен жай ғана honor жүйесін пайдаланып жатқанымды ескеріңіз. Ол x деп аталатын айнымалыны анықтайды. Ал getInt x деп аталатын айнымалыны сұрайды. Бірақ қоңырау шалушы, мен қоңырау шалушы өзінің айнымалыларын қалай атайтынын білмесе жақсы болар еді және керісінше қоңырау шалушы функцияны шақыру оны пайдалануды білдіреді. Қоңырау шалушы оны пайдаланатын функция қоңырауы. Бұл жай ғана шақырылатын функция. Егер мен x екі жерде де бірдей болады деп үміттенбесем жақсы болар еді. Сондықтан маған мынаны ұсынуға рұқсат етіңіз. Маған шынымен де int алу үшін параметрді қосуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Деген не? Егер main getInt функциясын қолданғысы келсе, онда main getInt функцияларын пайдаланушыға қандай шақыруды көрсету керектігін айтуы керек шығар. Python мен бірге келетін еске салғышты енгізу функциясы сияқты. Сіз шақыруды жіберуіңіз керек. Содан кейін пайдаланушы адамнан деректерді енгізуді сұраған кезде көреді. Сондықтан мен мұны осында қалай жұмыс істей аламын? Мен getInt анықтамасына өте аламын. Енді getInt шақыру деп аталатын параметрді қабылдайды деп айта аламын. Мен оны кез келген нәрсе деп атай аламын. Бірақ ағылшын тіліндегі
дамп сөзі өзі үшін сөйлейді. Бұл пайдаланушы көретін хабарды білдіреді. Енді мен inputты қолданып жүргендіктен, менмендікпен X деген не деп сұраудың қажеті жоқ. Өйткені бағдарламаны шақыратын бағдарлама Y, Z немесе басқа айнымалыны сұрағысы келсеше, мен жай ғана қоңырау шалушы бағдарлама берген кез келген сұрауды енгізуге кірісе аламын. Сондықтан мен қазір жиі қолданылатын кодты жасап жатырмын. Ол әлі де дәл осылай жұмыс істейді. Мен функционалдылықты өзгерткен жоқпын. Бірақ қазір ол біршама серпінді. Өйткені қазір getInt қандай айнымалы мән сұралатынын, нақты не сұралатынын білудің немесе оған мән берудің қажеті жоқ. Ол жай ғана пайдаланушыға қандай нұсқау көрсету керектігін білу керек. Сондықтан мен бұл бағдарламаны қазір осы жерде іске қоссам, кеңес нөмірі қайта пайда болады. Пай, теріңіз, X деген не? 50 әлі де жұмыс істеп тұрған сияқты. Оны қайтадан іске қосайық. Мысықты таныстырайық. Ол әлі де жұмыс істеп тұрған сияқты. Егер мен мысық, ит, құс немесе басқа нәрсені терсем, ол маған дәл сол кеңесті бере береді. Бұл кодты одан да ыңғайлы етеді. Енді Python тіліндегі race сөзін пайдаланып, ерекше жағдайларды өзіңізде шақыра алатыныңыз белгілі болды. Бірақ бұл туралы толығырақ басқа уақытта. Сондықтан алдағы күндерде, алдағы апталарда, алдағы айларда Python тілінде көбірек код жазған сайын қателердің болмай қоймайтынын көресіз. Кейде бұл синтаксистік қателер. Егер сіз бағдарламаңызды мүлде іске қосқыңыз келсе, оларды түзетуіңіз керек. Бірақ бұл атаулардағы қателер болуы мүмкін. Мысалы, сіз анықтағыңыз келген, бірақ қандайда бір себептермен анықталмаған айнымалылар пайдаланушы бірлесіп жұмыс істемеген және сіз күтпеген нәрсемен немесе басқа нәрселердің толық тізімімен қамтамасыз етпеген мәндердегі қателер болуы мүмкін. Қателер немесе ерекшеліктер болуы мүмкін. Бірақ енді бұл қателерді қалай шешуге және оларға кез келген жолмен жауап беруге болады деп үміттенемін. Осылайша біз ерекше жағдайларды қарастырдық. Келесі кездескенше